Ассалаумағалейкум құрметті миллионерлер, сіздермен бірге мен Зеқұлымбет арнасына бірінші рет кірсеңіздер лайк, подписка, колокольчиктеріңізді басып отырыңыздар. Бүгінгі біздің видеомыз OpenSea сайтына арналады. Егер сіздер NFT бағытында жұмыс жасап жүрсеңіздер, немесе NFT-ге қызығып жүрсеңіздер, онда бұл видео сіздерге пайдалы болады. Қазір осы видеода мен сіздерге кез келген өздеріңіздің суреттеріңізді NFT қылып OpenSea сайтына қалай салу керектігін көрсететін боламын. Сол себепті видеоға лайк басамыз, ал біз бастаймыз. Сонымен достар, ең бірінші біз OpenSea сайтына кіреміз, сілтемесін барлығын астына қоямын, ол жағын ойындамаңыздар, төмендегі сілтеме арқылы өтіп, осы сайтқа кіресіздер. Сіздерде әрине MetaMask'те кошелек болу керек. Егер MetaMask'те сіздерде кошелек болмаса, онда сіздер менің жоғары жағда подсказка бөлімінен MetaMask жайлы басынан бастап аяғына дейін видеосын қарап, өздеріңізге MetaMask кошелек ашып алыңыздар. Енді қараңыздар, сіздер MetaMask кошелек бар, OpenSea сайтына кірдіңіздер. Біз OpenSea сайтына MetaMask'ты коннект жасау керекпіз. Ол үшін мына жақтағы оң жақты кнопканы басамыз, одан кейін жақтан MetaMask таңдаймыз, мына жақтан далее басамыз, подключить басамыз. Сонымен достар, қазір өзіміздің MetaMask кошелегімізді коннект жасадық. Енді біз қазір бір NFT салып көреміз. Одан кейін біз барып уже коллекциямен жұмыс жасайтын боламыз. То есть коллекцияны қалай ашамыз, коллекцияға қалай саламыз деген сұрақтарға жауап береміз. Сол себепті ең бірінші қарапайым NFT создавать етеміз, create басамыз. Сонымен достар, бізде осы парақша ашылды. Бұл жерде біз өзіміздің NFT-мізді сурет ретінде, видео ретінде, аудио ретінде және 3D модель ретінде салсақ болады. Бұл жерде бізде поддержка жасайтын JPEG, PNG, GIF дейді, SVG, MP4 және тағы басқалар. Және бұл форматты салған кезде бізде максимум 100 мегабайттан аспау керек. 100 мегабайтқа дейін салу керек біз. Міне мына жақта біз сурет тұр, суретті мен үстіне басамын. Менде дайындап қойған бірнеше NFT бар. Әзірше бұны размері маңызды емес. Міне любой біреуін баса саламын. Кеше өтіріктен Paint бойынша осы NFT салған болатынмын. Загрузить бастым. Мына жақта біз external link деген, бұл не обязательно. Егер сізде сайттарыңыз болса, осыған қоясыз. Мен жақта қазір name'ге осы NFT-дің атын жазамын. То есть бұл NFT-ді мен қалай атаймын. Мен мысал ретінде мына жақта Зеқұлымбет 4505. Любой жазсаңыздар болады, любой ат жазсаңыздар болады. Зеқұлымбет, даже Зеқұлымбет панк дейікші осылай. Панкс кішкене модная болсын. Зеқұлымбет панкс 4505. Сайт өткізіп жібереміз. Одан кейін description, бұл жерде NFT жайлы, то есть бұл NFT не үшін осын салдыңыз, немесе бұл NFT нені білдіреді, мағынасы қандай деген секілді мына жаққа жазсаңыздар болады. Мына жақта мен жаза салам, өтірік my NFT. Это мой NFT, все. Сіздер өздеріңіз жазасыздар толтырып, өздеріңіз фантазияңызға байланысты. Мына бізде коллекция, біз әлі коллекция ашқан жоқпыз, сол себепті мына бізде пустой. Қазір осыдан кейін мен коллекция тоқталатын боламын. Осы жұмыстарымның барлығын біздер мысалы күн сайын 20-30 жұмыс салып отырсаңыздар, бұның барлығын бір коллекцияға жинасаңыздар болады. Сол себепті бұл коллекцияны біз алдағы уақытта ашатын боламыз. Төмен түсеміз, мына характеристикалар керек болады. Мысалы мынаның бәрі характеристика, бұның барлығын қатты тоқталмаймын, біреуіне мысал келтіре кетейін. Плюсты басамыз, мына бізде мысалы male деген мужской, мысалы менің NFT мужской. Так. Бұл болашақта OpenSea сайтында фильтрмен іздеген кезде осылай керек болады. Мына характер мысалы менде қазір NFT-ге қарайын, жоқ, ладно. Smile десайын, smile. Типа мен NFT-м күліп тұр деген секілді бір жаза саламын и save басамын. Міне осылай шықты. Бұған любой нәрсе жасаңыздар болады, там глаза, көк, там картинка осындай, міне осындай жаздым. Одан кейін енді то же самое, это характеристика, уровень деген секілді, статус то же самое. Бұның барлығы мен қазір тоқталмаймын, себебі бұл жайлы мен ақпарат көп YouTube-та жоқ. Барлығы бұны өткізіп жүреді, особо қатты толтырмайды ешкім, сол себепті мен де бұны қатты толтырған жоқпын. Ең біріншісі сол характеристиканы толтырсаңыздар, қалғанын пошагово уақыт өте келе түсіне бастайсыздар. Астыға түсеміз, мына біз unlockable контент. Бұл дегеніміз, егер сіздердің осы NFT-дің ішінде бір құпия контент болатын болса, соны қоссаңыздар болады. Мысалы мен NFT жасадым, и плюс осы NFT-ді біреу сатып алған кезде қосымша бір подарка сыйлаған келеді. Мысалы закрытие чатқа ссылка болады, немесе тағы бір қосымша өздеріңіздің ақпараттарыңызға
бір сілтеме, закрытый сілтеме жібергіңіз келсе, онда осы жерге unlockты басасыздар. Менде ештеңке жоқ, сол сәтін өшіре саламын. Одан кейін аяқта астыда бізден взрослый контент болса, мынаны басамыз. Егер взрослый контент болмаса, онда өшіре саламыз. Енді былай арасында жалаңаш суреттер бар ма деген секілді бір мағынаны білдіріп тұр. Менде өшіріп тастаймын. Одан кейін бізде астыда supply деген бар. Бұл бөлімді біз мысалы дедік, мен NFT-ді бірақ бөлімде шығаратын болсам, бірақ экземпляр, онда бір деп жазасыздар. Бірақ бұл жерде бір нюанс бар. Ethereum желісімен тек қана бірақ экземпляр, ал Polygon желісімен сіздер көп экземпляр шығарсаңыздар болады. Міне мысалы бұл NFT-ді 10 экземпляр шығарам деп, міне 10 жазамын. Бұл жақта Ethereum, Polygon ғана таңдай аламыз. Онымен қоса Ethereum таңдаған кезде сіздердің комиссия көбірек алады. То есть NFT сатылымға шыққан кезде сіздер комиссия көбірек төлейсіздер. Может $150 ма, $100 ма, $200, смотря загруженіске байланысты. Мен Polygon таңдаймын, комиссия азырақ төлеу үшін, и потом барып мынаяқтан біз уже толтырмаймыз ештеңке, и create'ті басамыз. Міне бізде загрузка бітті, біздің NFT-міз шықты. Міне бағанағы біз сурет салған NFT-міз уже как NFT ретінде қалыптасты. Қазір бұны тексеру үшін мен өзімнің профиліме кіремін, мынаяқтан профильді басамын. Қазір бізде ашылады. И мынаяқтан қазір бізде, сразу шықпайды, кішкене күтеміз. 30 секунд, 1 минут күтеміз. Сосын барып мынаяқтан бізде бағанағы создать етілген NFT шығу керек. Мен қазір бір обновление жасап жіберейін. Міне достар, бірнеше минут күттім. Бізде NFT пайда болды. Енді бұл NFT-ні сату үшін сіздер просто ішіне кіресіздер. Осы жерден бізде оң жақ жоғарыда sell деген бар. Sellді басамыз. Егер сатам десеңіздер әрине. Мына жақта бізде бір экземпляр сатамыз. Бағасын мен мысалы Ethereum есептелінеді. 0.01 Ethereum жазамын. Бұның бағасы 22 ма, қанша, $28-26 болып тұр екен. Сосын барып, мына жақта бізде 7 күн дегеніміз, NFT-міз сатылымда қанша күн тұрады. Мен мысалы 1 ай деп қоямын. Так, мына жақтан біз 1 ай таңдаймыз. NFT 1 ай бойы сатылымда тұрады. Потом барып мынаны жабамыз. Онымен қоса достар, бұл жерде бір маңызды жаңалық. Сіздер мысалы Ethereum блокчейнді таңдаған болсаңыздар, Ethereum блокчейнді сатқан кезде ол жақта бір акцион деген секілді темалары бар. Ал Polygon желісінде тек қана бізде бірақ сату фиксациясы бар. То есть бір бағаны қоямыз, сол бағамен сатылады. Міне Polygon мен Ethereum желісіндегі айырмашылық осындай. Міне біз 1 ай таңдадық. Бұдан кейін яқта more option деген бар, дополнительная опция. Бұл жерде біз мысалы делік өзіміздің NFT-мізді егер басқа біреуге whitelist арқылы немесе нақты сол адамға сатамыз десек, онда осыны қосып сол адамның адресін қоямыз. Сол кезде ғана сол адам осы NFT-ді алады. Бұл как бір гарант ретінде ғой, мысалы біз осы NFT-мізді бір адам аламыз деп маған жазып қойды, и мен осыны қосамын да осы сол адамның адресін қоямын, и сол кезде сол адамға тек қана сатылатын болады, басқа ешкім ала алмайды. Мен өшіре саламын, кез келген адам осы NFT-ді алу мүмкіндігі бар болсын деп. И потом барып мықты комиссия OpenSea 2,5% алады. И мынаяқтан біз уже қазір жасыл басылмай тұр. Так, жоғары мен бағасын қойдым. Мына жақта так 1 жазамын. И в принципе болды. И потом барып мынаяқта біз уже completed listingті басамыз. Ары қарай бұл саудаға шығу үшін бұл жерде біз мынаяқта unlockты басып, осы MetaMask кошелегімізде ақша болу керек. Polygon сол себепті менде ақша жоқ, бірақ мынаяқтан біз басқан кезде ештеңке болмайды, ешқандай өзгеріс болмайды. Сол себепті бұл жерде мен қазір ары қарай жалғастырмай қоямын, бірақ сіздер түсінігіңізде ойдамын. Ең басты MetaMask Polygon сіздерде болу керек. Потом барып уже саудаға шығады. Қазір X-ті басамын, енді біз коллекцияға оралатын боламыз. Коллекцияны қалай жасаймыз? Коллекцияны жасау үшін мен мысалы мынаны басамын. Одан кейін мынаяқта бізде My Collection деп ашылады. My Collection үстінен басамын. Бізде осы парақша ашылады, осы жерден біз Create a Collection'ды басамыз. Create a Collection пайда болды, мынаяқта біз барлығын толтырып шығу керекпіз. То есть логотип бізде 350, одан кейін астында бізде тоже фон болады, тоже мынаяқта размері барлығы жазылып тұр, 600 бен 400, және үлкен фон бізде бұл жерде қателеспесе 1400 бен 400 болып тұр. Бұлардың былай көрсетілу жері қалай десеңіздер, мен қазір екінші өзімнің аккаунтыма кіріп көрсетемін. Бізде бұл жерде мынау 600-да 400, 600-400 осылай көрсетіп тұрады коллекцияда. Одан кейін астында логотип тұрады 350, и ішіне кірген кезде бізде міне ең үлкені міне осылай тұрады 1400-де 400. Сол себепті осыны қойған кезде сіздер бәрін есептеп, ыңғайластырып, әдемілеп қойсаңыздар болады. Мен просто для прикола осының бәрін қоя салдым тез-тез. Бірақ алдағы уақытта бұны даже редактировать етсеңіз болады, то есть без проблем редактировать басып, бұның барлығын өзгертсеңіздер болады.
сол себепті егер сіздер мысалы қате қойып қойсаңыздар, оған қатты бір назар аудармаңыздар. Мен сізге для прикола қазір қойып шығамын, мынаны үстінен басамын, и любой біреу мысалы мынаны басамын, өздері қойылады, потом барып мынаны басамын, тоже мынаны басамын, и мынаны басамын. Болды, айырмашылық жоқ, өздері қойып шығады. Алдағы уақытта өздеріңіз өзгертсеңіздер болады. Былай айтқанда әдемілеп жасасаңыздар болады. Міне одан кейін біз астында URL деген жазамыз. URL деген жерге біз өзіміздің коллекциямыздың бір сайты деген секілді, как логин деген секілді. Бұл жерге мысалы так Ziki деп жаза саламын. Ziki, все. Егер барлығы бос болса, бұл птичка жанады. Егер занят болса, онда птичка жанбайды. Потом бір астыға түсеміз, мына біз коллекциямыздың мазмұнын жазамыз. Бұл коллекция не үшін аштық, мағынасы қандай деген секілді. Любой нәрсе жазсаңыздар болады. Мен просто мына жаққа всем привет деп жаза саламын. Одан кейін астыға категория жазамыз. Коллекциямыздың категориясын, мысалы музыкаға байланысты ма, қандайға байланысты, фотография ма, спортқа байланысты ма. Мен мысалы мына жақта просто коллекция жазамын, басамын үстінен, коллекцияны басамын. Одан кейін линкс деген жерге сайттарыңызды қойсаңыздар болады. Барлығы Discord болса Discord жазасыздар, Instagram болса Instagram логин жазасыздар, Medium болса Medium, Telegram болса Telegram логин жазасыздар. Кәдімгідей былай жазып шығасыздар. Қазір мен міне жазып шығайын. З Құлымбет блог Telegram логин жаздым. Жазсаңыздар болады, жазбасаңыздар болады. Потом барып астыға түсеміз, create earning деген бар. Бұл жерде біз мысалы делік комиссия, то есть біреулер біздің NFT-мізді сатып алады. Сатып алған кезде бізге қандай процент түседі, то есть мысалы біздің NFT-мізді біреу сатып алды, сатып алғаннан кейін басқа адамға сатады. Сол кезде әр сатып алғаннан кейін бізге бір процент түсіп отырады. Мына минималды 2,5%, мен мысалы 10% деп қоямын. Әр адам сатып алып бастаған кезде маған 10% түсіп отырады, как авторский право ретінде. Одан кейін Payot Wallet деген бүкіл табыс қандай кошелегімде түседі. Бұны мен просто MetaMask'тен алып саламын. MetaMask'ке басамын да. Так, мына жақтан біз адресімізді скопировать етеміз. Міне скопировать етеміз. Мына сет разница жоқ. Бүкіл сеттің адресі бізде барлығы бірдей MetaMask'те. Осыны қоямын. Одан кейін бүкіл табыс осы адреске түседі бізге. Потом барып мына бізде блокчейн эфириум немесе полигон, біз полигон таңдаймыз. Потом болашақта ақшаңыз көп болатын болса комиссияға, онда эфириум таңдасаңыздар болады. Себебі эфириумде кішкене возможность көбірек, ол жақта спрос көбірек және ол жақта қымбат NFT сатсаңыздар болады. Мен полигон таңдаймын. Потом барып мына так payment tokens, қандай токенмен бізге түседі, мына тоже қоссаңыздар болады. DAI, так USDC, қандай токенмен даже сатып алса болады деген секілді. Эфирмен алсақ болады. Біздің токенімізді қандай криптовалютамен ала алады адамдар. Сол секілді DAI, Polygon, USDC Polygon, RF деген секілді. Одан кейін бізде дисплей деген как бір тема ретінде бір таңдаймыз, өзімізге қайсы бізге жақсы, ыңғайлы. Оқып шықсаңыздар болады переводпен. Мен мысалы көбінесе ортасын таңдаймын. Любойын таңдасаңыз болады, бір қатты айырмашылық жоқ. Біздің NFT-міз қалай көрініп тұрады деген секілді. Сосын барып біз астыда, қазір бізде астыға қайда. Мынау жақта мен названиені ұмытып кетіппін. Так, name деген жерге мен коллекцияның атын жазамын. Мысалы делік мен қазір Ziki деп жазамын. Ziki, все. Атын жаздым коллекцияның. Төмен түсемін. Бізде create ашылды. Үстінен басамын. Міне көрдіңіздер, біздің коллекциямыз ашылды. Мына жақта бізде Ziki деген аты, логотипі, үлкен артыңғы фон деген секілді. И болашақта осы жерге сіздер өздеріңіздің коллекцияларыңызды қоссаңыздар болады. Коллекция қосу тоже бағанағы көрсеткенде қиындығы жоқ. Add item-ді басасыздар. Одан кейін бағанағы алғашқы көрсеткен секілді осылай ашылады. Сол секілді арғы жалғастырсаңыздар болады. Суреттеріңізді қоясыздар. Міне бір NFT сала саламын. Мысалы атын өтірік жаза саламын былай. Потом барып төмен түсеміз, логотип, описание жазамыз. Мына жақта көріп отырсаңыздар, коллекция бөлімінде бізде Ziki деп ашылды. Осы Zikidен біз өзіміз коллекциямызды таңдаймыз. Бүкіл коллекция осы жерге жиналып отыратын болады. Потом барып біз төмен түсеміз, характеристика бәрін жазасыздар по желанию. И потом барып create'ті басамыз. Міне біздің NFT-міз создать етілді. X-ті басып шығамыз. Енді біз қазір өзіміздің коллекциямызға кіріп тексеріп көрейік. Коллекция бізде My Collection. Потом барып төмен түсеміз. Міне My Collection деген жерге бізде Ziki шығып тұр. Осы жерге біз кіреміз ішіне. Ішіне кірген кезде біздің бағанағы NFT осы жерге шығу керек. Мен қазір бірнеше минут күтемін, себебі кейде сразу шықпайды. Сол себепті мен қазір бірнеше минуттан кейін қайтып оралатын боламын. Міне достар, мен бірнеше минут күттім. Бірнеше минуттан кейін мен қазір қайтадан Ziki коллекциямен кіремін.
кірген кезде біздің NFT-міз осы жерде шықты. Үстінен басамыз, міне бізде NFT бар. Сатсаңыздар, селді басып сатасыздар. Сонымен достар, егер қосымша сұрақтарыңыз туындаса, YouTube астындағы комментарийға немесе Telegram каналымның чатына жазсаңыздар болады. Барлық сұрақтарыңызға жауап беремін. Онымен қоса алдағы уақытта бұл тақырып тағы да қозғайтын боламын. Сіздермен болған мен Зеқылмет, келесі жүздескенше барлығымызға тек қана табысты күндеріміз көп болсын. Чики-пау.